Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді қатпар-қатпар болып шығатын қаттаманың жасалу жолын ұсынамын. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Жұмсақ әрі қатпарлы болып шығуының өзіндік әдістерімен бөлісемін. Бұл қаттама менің отбасыма өзіме өте қатты ұнады, енді тек осы әдіспен жасайтын боламын. Кез келген мерекелік дастарханға қатарлы қонақтарыңызға ұялмай ұсынуға болады. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суды құямыз, жылы сүтті құямыз, тұзды саламыз, сұйық майды құямыз, жақсылап араластырамыз. Менің каналымда басқа да қаттаманың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Електен өткізілген ұнға қопсытқышты саламыз, араластырамыз. Сонан соң ұнды салып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Ұн әркімде әртүрлі болғандықтан мен описаниеда жазып қойған ұннан сізде көп немесе аз кетуі мүмкін. Ең бастысы қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр дайындаймыз. Дайын болған қамырды бөлме температурасына 10 минутқа қалдырамыз. Қамырды 8 бөлікке бөлеміз. Барлығы бірдей болу үшін таразымен өлшеп алсаңыздар болады. Бөлінген қамырдың барлығын дөңгелектейміз. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Дайын болған қамырдың бетін жабамыз, 5 минутқа қалдырамыз. Сонан соң бір қамырды алып жұп-жұқа етіп жаямыз. Ұнды қолданып отырып жаямыз. Жайылған қамырдың үстіне ерітілген сармай құямыз. 2 ас қасық ерітілген сармай құйдым. Ерітілген сармайды сәл суытып барып қолданамыз, ыстық кезінде пайдаланбаймыз. Сонан соң барлық жеріне жағып шығамыз. Мен үнемі 82%-дан асатын сармайды қолданамын. Енді видеодағыдай қамырдың екі шетін қайырамыз. Енді қамырдың ортасынан кесеміз. Толықтай кеспейміз, қамырдың шетіне келгенде тоқтаймыз. Сонан соң видеодағыдай бүктейміз. Барлық қамырды осы әдіспен қайталап шығамыз. Өте оңай жасалады. Сонан соң барлығын ыдысқа салып, бетін жақсылап жабамыз. Тоңазытқышқа 40 минутқа салып қоямыз. Енді дайын болған қамырды ақырындап төртбұрышты етіп жаямыз. Ұн пайдаланбай жаямыз. Қамырды қатты қалың немесе қатты жұқа қылмаймыз. Орташа етіп жаямыз. Қамырдың барлығын дәл осылай жайып шығамыз. Мінекей қамырдың барлығын дайындап алдым. Енді орташа отта қызып тұрған табаға ерітілген сармай жағамыз. Дайын тұрған қамырды саламыз. Екі жағы қызарғанша аударып отырып пісіреміз. Астыңғы бөлігі қызарғанда келесі бетіне аударамыз. Қамырды әркез аударған кезде ерітілген сармайды жұқалап жағып отырамыз. Осы әдіспен пісіретін болсаңыздар, қаттама одан әрі жұмсақ бола түседі. Қақпағын пайдаланбаймыз. Барлық қамырды осы әдіспен қайталап пісіреміз. Арасы толықтай піседі. Қаласаңыздар, бірден 2 табаға пісіруге болады. Мінекей достар, өте дәмді қатпар-қатпар болып шығатын қаттама дайын. Осы әдіспен жасап көріңіздер, 100% ұнайтынына сенімдімін. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Бұл қаттама менің отбасыма өзіме өте қатты ұнады, енді тек осы әдіспен жасайтын боламын. Кез келген мерекелік дастарханға қатарлы қонақтарыңызға ұялмай ұсынуға болады. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.